Ең басты нәрсеңіз сіз еңбек ету керексіз да. Сіз еңбек етіп жүргеннен кейін сізге Алла Тағала өзі көрсетеді сізге қандай дүниені қалап тұрғанын да. Егер де ол қалап тұрғаны көп болса, ол көп келеді сізге. Егер де қалағаны аз болса, ол аз келеді. Оның аз келуінде Алланың сізге махаббаты бар. Неге дейсіз ғой? Сіз иман келтіргеннен кейін өзіңіз ойлаңыз. Сіз иманды құл болғаннан кейін Алла Тағала сізді қимайды мына дүниеге. Сіз ондай адал емессіз Аллаға, ол сізге адал болғандай. Ол қимайды сізді о дүниеге. Егер ол көбірек берсе кішкене, ол біледі сіздің тайып кететініңізді. Сондықтан ол бермейді оны сізге. Ол сізге ақыретке аман есен алып келу керек сізді. Қалайша адал Алла сізді тастап қояды, қалайша? Ал егер сіздің бойыңызда сол берілген байлықты ұстай алатын сипат болса, соған лайықты имани дәрежеңіз болса, онда береді сізге. Сіз зекет бересіз сол арқылы, садақа бересіз, мешіт саласыз, медресе саласыз, тағы да басқа нәрселер істейсіз, қайырымдылық қор ашасыз. Сондықтан сіз Алланың даналығына күмәнді болмаңыз ешқашан. Оның даналығы сіздің бақытыңызды шешу үшін да. Міне сондай сынақтардың кезінде немесе жаңағы қарсы келушілер сахабаларды кеп қинап жатыр. Өткенде Сумайя, мысалы радиаллаху анха, жаңағы бірінші шахид болып Сумайяны өлтірді. Одан кейін Ясирді өлтірді. Ана Аммар, қаншама Билал деген сахабаларды қинап жатыр. Сосын Алла Тағала сабыр етіңдер, Алланың уәдесі хақ, сабыр етіңдер, Алланың уәдесі хақ деген аяттар түскен кезде, бірақ ұзақ созылып баратқан сияқты. Қашан ол уәде келеді деген нәрселер болады. Сол кезде Алла Тағала мүминдерді сынап атады екен. Сол мерзімнің ішіне салып қояды да мүминдерді. Сөйтіп, сол мерзімнің ішінде сізді шыңдағысы келеді. Яғни, сізді сондай ерекше құлға айналдырғысы келеді, егер сіз соған шыдасаңыз. Өздеріңіз жаңағы спортпен айналысып жүргендер білесіздер, біреуді жаңағы жаттықтырып атқан кезіңізде нәтиже шығару үшін қанша уақыт кетеді оған. Сосын ол жаттығуға келген баланың бойында әлсіздігі болады, көңілсіздігі болады, неше түрлі жағдайлары болады, ақшасы жетпей жатады емес, әртүрлі. Оның барлығынан өткізу керек оны. Сосын шығады нәтиже. Ал кім шыдай алмайды, кетіп қалады дегендей мәселе. Сол сияқты Алла Тағала шыңдайды. Сол үшін Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи андай аятта айтады, Ибрахим сүресінде айтады: "Вала тахсабанналлаха ғафилан амма яғмалу золимун". Анау Алла Тағаланың хақысына әділетсіз жасап жүргендердің не істеп жүргенінен Алланы бейхабар деп ойлама дейді Мұхаммед. Алла Тағала оларға жоспар жасап отыр екен да. Сол жоспардың ішінде біреу тура жолға келуі мүмкін, біреу аяғына дейін адасуы мүмкін. Сен ойлама дейді, мен бейхабармын деп о жақтан. Сосын айтады: "Иннама юахирухум", қараңыздар. Сөзсіз Алла Тағала оларды тек кешіктіруде ғой дейді. Енді өзіңіз ойлаңыз, егер адам тек осы дүниені қаласа, сосын Алла Тағала оған осы дүниеде жаңағы өмірінің бәрін осы дүниемен өткізуін қаласа, сізде наразылық бар ма Алланың тағдырына? Сізден сұрай ма Алла Тағала? Егер оған соны қаласа осы дүниені, өйткені ақырет жоқ қой, бітті ғой. Мәңгі тозақ тұрған жақта. Сондықтан бізге дүниемен өлшеуді қойыңдар деп жатыр бізге, мұсылмандарға. Біреудің қолында артық дүние жүрсе, артықшылық сол жақта деген сөзіңді естуші болмайын дейді ешқашан. Артықшылық тек тақуалықта. Артықшылық, құрметті жамағат, бағанағы ымды түсінуде Раббыңыздан. Құлым деген кезде Раббым дейтін нәрсе. Міне артықшылық қай жақта. Басқа ешбір жерден таппайсыз ол артықшылықты. Міне, сондықтан осы нәрсені түсіну керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, сондықтан Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Сен ойламай, пайғамбар, Алла Тағала бейхабар деп анау әділетсіздердің бүкіл істері жайлы. Яғни саған қарсы неше түрлі ұйымдастырып отыр дейді олар." Мынандай нәрсеге дейін айтқан: "Вақот макару макрахум, ва индаллахи макрухум, ва ин кана макрухум литазуля минхул джибал". Олар дейді, саған қарсы, исламға қарсы, Құранға қарсы сондай жаңағы амал шаралар жасап отыр дейді. Қараңыз, бәрін біліп тұрмын дейді мен оның. Олар сондай амал шараларды жасап отыр,
бүкіл амал шаралары дейді, сосын пайғамбарымызға түсіндіріп жатыр. Ей пайғамбар, мен сенімен біргемін ғой деп жатыр қанасыр. Олардың бүкіл амал шарасы менің қолымда емес па дейді. Міне жүректі қалап ақтарады. Саған көрінуі мүмкін дейді, олардың амал шарасы литазула минхул джибал. Мына сөзді қараңыздаршы. Олардың жасап жатқан амал шаралары ана тауларды орнынан қозғап әкетуі де мүмкін болып көрінуі мүмкін дейді саған. Сондай дәрежеге дейін көрініп кетуі мүмкін дейді амал шарасы. Біттік ау дегендей нәрседе. Бірақ оның бәрі менің қолымда дейді ол. Сосын таулармен сипаттағанда құрметті жабат, ана тауларды орнынан қозғап әкету дегенде біздің иманымызды айтып жатыр. Иманға берік болыңдар деп жатыр ғой бізге. Имандарыңа берік болыңдар деп жатыр. Яғни иманның ішіндегі ең нәрсе құрметті жамағат, адамның Аллаға тәуекел етуі, тәуекел ете алу қабілеті жоқ болып кетсе, иман пайда бермей қалады. Яғни осы дүниеде өзіңді ары қарай дамытуға пайда бермей қалады ол. Сол Аллаға сенім арта алуыңды, Алланыкі дұрыс бәрібір. Алла тағала айтты ма істейді. Алланыкі дұрыс деген сенімнен тайып кетпе деп жатыр содан. Сол маған деген сол сеніміңді жоғалтып алма деп жатыр. Иманның ішіндегі Алла тағала уәдесін орындайды. Алла тағаланың амал шарасы олардікінен де күшті екендігіне. Және Аллаға тәуекел ету керек, сабыр ету керек деген нәрселер сол нәрседен жоғалқыма деп жатыр да бізге.